Міне келдік. Бүгін қазір жаңбыр болып жатқан үшін баратын бір Прометеус деген каньон жабық тұр. Что такое погода в это время? Никогда. Я уже 40 лет. Давай. Ага. Вот мына жерде билет алып жатырмыз. Және жабылған не ашылды. Міне билеттердің құны. Қазір бір каньонға өтеміз. Вот жолымыз болды. Және каньон жаңбыр болып тұрған үшін жабық болатын, бірақ қазір сатып тұр екен, біраз уақытқа қойды. Бір жүргізуші бізді алды. Баратын жер өте алыс, 7 километр туда-обратно. Сол үшін біз специальный жүргізушіні жалдадық. Негізі бұл услуганың құны 140 лари тұрады. Бірақ бізге скидка жасап 100 ларимен барып келеміз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай жол өте қиын. Сол үшін специальный осындай үлкен машиналар ғана жүре алады. Жай машина мынандай қиын жолмен жүре алмайды. Өте сондай адреналин алғыңыз келсе, осындай жолмен баруыңызға болады. Міне жеттік, жететін жерімізге. Қайдағасынан жаңбыр құйып кетті. Бізге дождевик берілді. Қазірна күте тұрайық. Жаңбыр басылған. Сосын кіреміз. Міне екеуміз күтіп отырмыз. Жаңбыр не ақындап басылып қалды. Қазір шығамыз. Міне болды, енді кірдік. Ашылды, міне күн ашық. Ақырындап. Енді мына жерден осылай билетімізді өткіздік. Ақырындап бісміллә деп түсейік. Өте әдемі. Жап-жасыл. Не деген әдемілік. Жолдың бойы осындай баспалдақтар. Мен ақырын түсіп жатырмын, өйткені жер жаңа ғана жаңбырдан мынандай тайғанақ болып тұр. Жолдасым өкпелеп жатыр. Неге не етесің деп, ақырын жүресің, тезірек жүр деп жатыр. Грузия халқы өсіп тұрған тастарға қарамастан әдемілеп жасаған ешқай жерді алмай, кеспей, әдемілеп аккуратно жасап шығарған. Керемет. Мынау жаңбырдың суы ағыласқан. Қалай қорқынышты, жерді қараңыздар. Қандай қорқынышты. Мен өте қорқақ адаммын. Өте қорқынышты. Айта бер. Керемет көріңіз. Таудан аққан бұлақ. Арыма айналамыз тау. Таудармен қоршалған керемет. Ана күзетші біздің артымыздан келе жатыр. Өткіз жүру керек па, или тезірек жүру дегені ма? Вот, осы жерден өткізсек өткізуге болады.
мост өте қорқынышты, конечно. Қараңыздар. Мына қараңыздар, мен дірілдеп тұрған жоқпын, мынау жер дірілдеп тұр. Мына жердің ауасының өзі қандай таза, күшті, прям иіс өте күшті. Как раз жаңбыр недавно болып кетті, сонымен қоса прям ауа өте таза. Әлі бұлттар міне құлап жатыр таудан. Күшті көрініс. Қазір біз мына жерге барамыз. Шығып тұрған темір. Жүргенімізге бір 20 минуттай болған шығар, бірақ мен уже шаршап кеттім. Шаршадың ба, Ануар? Шаршамадым, тек қана алды. Мұнда тұрасың, сосын айтасың. Міне жәнегі бағана көрсеткен шығып тұрған темірге жеттік. Қазір жерді көруге нәрсе жайлы жүр, аттақ. Сказка gibi. Biz mынандай жерге келдік. Бұлттар тау үстіне құлап тұр. Бұл жерде тұратын кісі айтады, бұл өте сирек кездесетін құбылыс. Иә. Міне біздің үйдің қожайыны бізді күтіп алған, бізге көрсеткен, экскурсия жасаған осы кісі. Бұл кісіге тағы да басқа екі блогер, Махаббат пен Әсет деген екі адам келген екен. Да. Ну, они сказали около 1 день. Ну, сколько день вам надо, да? 1 день около $120, около плюс-минус так стоит. Машина. Это машина туда-обратно. Ну, сколько день надо, да? 1 день, но туда-обратно нельзя. Но 2 день, это минимум. Есть 2-3 день. Да, так сказали. Ну там они экскурсию не делают, да? Они покажем там, что есть. Там, там можно показать Севани, потому что там можно показать, где красивые места. 2-3 места там больше нету, потому что и Ереван по городу, потом можно пешком гулять. А такие места есть у них? Реально такие нет. Біз мынандай бір водопадқа келдік. Су ағыны. Біздің жанымызда мынандай ит жүр. Біздің қалмайды. Байқағандар мен оң жағында екі үлкен водопадтар мына жақта, сосын екінші жағы мына жақта баратын жеріміз. Осы жерге келіп біз билет сатып алдық. Билет құны иностранец болсаңыздар 17,25, яғни біздің төлемімізде 34,50-ге алдық. Осы жерде сатып алдық, енді ары қарай өтеміз. Өткен жол тобымыз екеуміз осы водопадқа келген кезде су жерге жетпейді. Қазір жетіп тұр, өйткені жаңбыр жауды, су көп түсті.
жерде зиплайн бар екен, бағасы 50 лари. Мына жерден былай түсесіз, сосын мына жақтан пересадка жасайсыздар, тағы түсесіз. Сосын қайттан осы жерге алып келеді таксимен бесплатно. Бар 50 лариға бір адам үшін барлығы кетеді. Міне жаңағы жерде талада тура осындай өте таза туалет орналасқан. Барлығы бар. Туалетная бумага, қағаз. Міне біз осындай бір тамақ ішетін жерге келдік. Кішкене андай бір қорқыныш қылау. Бір андай темный, бұрынғы заманда адамдар тамақ ішкен сияқты. Сен жүршес болса, лимонад, бүгін карфун. Қарқын жақсы көремін. Қайнағымыз міне осындай купе деп айтты бұны. Андай қорқыныш істер болса да тамағы өте дәмді екен. Мынау телятина, мынау тауық енді. Өте дәмді пісірілген. Лотка першемана бар, осында 17-25 тұрады. Лотка жоқ екен, бүгін погода жаман, сол үшін мынандай жерге. Міне өтіп жатыр, қазір өтем. Бүгін қайық істемейді екен, әттен. Қайық әдемі жер болған. Әттен, ай әттен. Темный прям. Камерада асығырақ көрінеді екен. Прям Амазонка сияқты. Қараңыздар, қандай әдемі көрініс. Өте қорқынышты. Аяғымның астында прям. Мына жерде уже ағыс жеңілірек басылады осы жерде.
жасайды екен. Вот, видите, погреб наши. Где натуральное вино. Вот. А вот эти верхние-то вы продаете, да? Да, это все, ну, дегустация бесплатно, сколько хочешь, можно пить. Потом, когда дома все идет, да, из Казахстана, это ребята, все там, ну, для дома, да, покупают, что это, если надо подаркам, стеклянные бутылки, это бутылки, а пластмассовые бутылки, если для дома надо, потому что выгодно пластмассовые бутылки. Первое, что когда бросают, проблема нету, вес нету, второй, третий, это 0,75, а там литра идет. Поэтому выгодно это. Очень много другие. Вот, все это натуралка. Ты не пьешь, что она можно пить. Мадина, ты тоже не пьешь, что вообще? Что надо делать? Здесь смотри, сколько сорт. 1 сорт, 2 сорт, 3 сорт, 4 сорт, 5 сорт, 6 сорт. Это чача. И 7 сорт, это коньяк. Домашний. А как вы делаете вино? Руками. Руками? Руками, да. Руками делаем. Здесь гости уже это знают. В конце сентября начали, в октябре у нас специально гости идет. И они хотят его руками тоже делать виноград. И чача все вместе сделаем. Очень красиво, очень интересно. Ну, можно приехать. Да, все есть. Как хочешь такое, хочешь не иметь, нет, можно все сделать. Красиво. Әдемі. Жақсы, керемет, отыратын орны бар. Это кувшины здесь, где еще вот там кувшины стоит, и здесь тоже вино есть. Да. И это все сорты, разные сорты самые главные. Но главное у нас это домашнее вино, и самое главное, что без сахара, без вода. Только натурально, ребят. Вот. Да, очень красиво. Завтра ехать маршрутками, автобусами ваши дела, если машинами. Сегодня надо знать, потому что все гости идут утром. Все. Еще раз говорю, пойдем и посмотрим. Цвет от Тбилиси, Кристаллари, это вообще такая. Все, хорошо. Хорошо. мынау да сонда сол кісінің үйі ма? Үй қожайынын тағы да міне жүзімдері өсіп тұр үйдің артында.